Баяғыда ертеде бір қаңбақ шал болыпты. Ол сондай жеңіл, жел соқса ұшып кетеді екен. Бір күні сапарға шығады. Жолда келе жатса, алдынан қу түлкі шығады. Түлкі, сен қайда барасың? дейді. Шал, әлемді аралап келемін деп жауап береді. Түлкімен бірге келе жатса, қоян қосылады. Қоян да саяхатқа шыққысы келеді. Олар үшеулеп жолға түседі. Жолда қасқыр мен аю кездеседі. Олар да қосылып, бәрі 5 болып жол тартады. Кеш бата, қараңғы бір үйге кезігеді. Іші тып-тыныш. Олар сол жерде түнеуге шешім қабылдайды. Түн ортасында үй ішінен қорқынышты жын шығады. Жануарлар қорқып, далаға қашып кетеді. Қаңбақ шал ғана қалып, жынмен жалғыз қалады. Ол мүлде қорықпайды, батылдықпен қарсы тұрады. Шал отты үрлеп жағады да, жынды сол отқа итеріп жібереді. Жын жоқ болады. Жануарлар қайта келіп, шалды батырлығы үшін мақтап, алғыс айтады. Содан бері олар бірге тұрып, тату-тәтті өмір сүріпті. Қаңбақ шал ақылды да батыр екен.